Сәлем достар, бүгін мен жаңа видео шығарудамын. Бұл видеоның аты Спанч Боб оқиғалары деп аталады. Яғни осы ойын Токаболкада жаңадан шыққан. Кеше біз ойнайтын адамдарды таныстырып кетейік. Бұл яғни осындай көңілсіз болып жүретін адам. Ал екінші тұрған қасындағы қыз бұл, яғни су перісі. Аты бұның аты Суы Жан. Ал бұл Спанч Боб, бұл жұлдызша. Ал бұның аты Ежүрек. Кеше біз видеомызды бастаймыз. Пак, давай. Қой тұрайын мен. Тоқ жетқінаға барып. Бүгін ерте тұрып, тамақ істемесем болмайтын сияқты ғой. Үйде де ештеңе жоқ. Алып келу керек болды ғой. Осы судың астынан алып келе салайыншы. Не жеткен аналар? Сынап келдім, бутерброд. Бәріне бір бутерброд тамайын. Некем дайындаңғас. Бәрін тұрғызайын. Тұр. Тұр дес. Я тұрдым ғой. Ой. Тұрын ба? Я тұрын. Тұр. No. Давайте бәріміз тұрайық. Бутерброд. Ой, сенің бутербродың мынау. Көңілсіз адам бар. Я, енді мені бәрі көңілсіз адам дейді. Сен енді онсыз да көңілсіз болып жүресің. Сондықтан да сен бәрі көңілсіз адам. Ал жеп болдыңдар ма? Я. Ой, я. Аяттарыңыздар беті ашылып кетті. Енді қалаған ойындарыңды барып ойнай беріңдер. Әдеттегідей мен санасырам. Оның тұрсын патотқа. Мен кеттім көлге. Кішкентай балапан шыққаншын башнесін білеймін. Жарайды, мен кеттім теледидар көрем. Мен киімімді ауыстырып алайыншы. Жаман болып кетті. Сен киім ауыстырғаннан басқа білесің бе? Я. Осы демірек. Болып кетті. Менің осы жерде бір-ақ киімім бар, басқа жоқ шығар. Бәрі сенің киімдерің ғой. Ой, енді не болыпты? Қара. Осындай киім алып қойдым. Ерте емес па? Бәрібір. Мен үйді тазалайын. Хорошо. Мен телевизор көріп отырам. Достар, осымен мен соңғы жерін үйді таныстырып кетейін. Көл бар, осындай көлде саяқтап жүретін. Неке батут бар. Заттар соғыз. Осындай нелер. Бутербродқа арналған заттар. Көтергіш.
Бұл kitchen, яғни қазақшасы асхана. Мынау ана екеуінің бөлмесі. Мынау екеуінің бөлмесі. Анау көңілсіз адам болып жүретін бөлмесі. Мынау жуынатын ванна. Осымен менің сериям аяқтады. Пока!